Mene pişken nanımız dayın, öte жұмсақ, dәмді, тойымды. Ертең жаздың күндері пикникке, маевкаға шығасыздар ғой, сол кезде осылай пісіріп алып шықсаңыздар, тойымды болады. Ал бисмилля рахманиррахим. Міне. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар, мені қолдап қойыңыздар. Екі жұмыртқамызды жарды, енді осыны жартылап араластырамыз қазір. 250 мл сүтімізді, жылы сүт, 250 мл құямыз үстіне. Бисмилля деп. Тағы жартылап қолмен осылай араластырамыз. Бұған тағы жылы 250 мл суымызды құямыз. Бисмилля. Тағы да қолмен осылай жартылап араластырып, 20 грамм қантымыз бар, міне. Осыны қосамыз, 20 грамм қант. Осылай жартылап араластыра тұрып, 1 шай қасық тұзымызды салатын боламыз. 1 шай қасық. Енді 1 қасық дрожжиімізді салатын боламыз. Шай қасық, 1 шай қасықпен. Енді араластырып, енді бұны үстіне жаймендеп ұнымызды салатын боламыз. Оны енді мен мына жерде 400 грамм ұн алдым. Сол көлеміне қарай осы салып отырамын. Онда осылай ақырындап саламыз, бірден салуға болмайды. Егер бірден бәрін салсақ, көтерілуі екіталай. Сондықтан ақырындап осылай салатын боламыз. Міне 400 грамм ұнымыз кетті. Енді осының үстіне қазір біз разрыхлитель салатын боламыз. Разрыхлительден 1 шай қасық саламыз. Шамамен қарайсыздар, 1 шай қасықта болдау деген кезде тоқтатып араластыратын боласыздар. Енді бисмилля деп, мына түйіршіктер қалып қоймас үшін, оның біркелкі, жаңа қамырымыз біркелкі болу үшін блендермен араластырамыз. Міне болды. Жан-жағын жинастырып, қақпағын жабамыз да 20-25 минутқа қойып қоямыз. Ішіндегі дрожжи мен нанымыз ашиды. Одан кейін сіздерге салмасын турап көрсететін боламын. Ал достар, енді бізге салмасына керек өнімдерді көрсетіп қояйын. Осы жерде жаңа светофор балғар бұрышы бар. Енді жасыл бұрыш осыны алдық. Сосын 2 қызанағымыз бар, және 120 неміз бар, грамм сырымыз бар. Осыларды мен жуып тазалап дайындап қойдым. Қазір енді турап ыдыстарға салып дайындап көрсететін боламын. Міне балғар бұрыштарын тазалатып, іштерін ашып дайындап қойып жатырмын. Енді осыны қазір ұсақтап турайтын боламыз. Ұсақтап турап, салмамыздың арасына саламыз осыны. Өте дәмді, тоқаш болады. Қазір енді жаз айы ғой, барлықтарыңыз демалысқа шығасыздар, маевка дегендер бар. Сондай демалыстарға шыққан кезде осы нанды пісіріп алып шықсаңыз, өте тойымды, күн ұзаққа тойымды болып жүретіздер. Өздеріңіз жасап көрген кезде көздеріңіз жететін болады. Осылай балғар бұрышымызды ұсақтап турап жатырмыз. Ал достар, міне 3 түрлі жаңағы балғар бұрышыны осылай ұсақтап майдалап турап алдым. Енді арасында ірілер кеп қалса, қолмен осылай ажыратып жібересіздер. Енді кісінде мына немізді қызанағымызды турайын деп жатырмын. Бұл қызанақты да жаңағы ұсақтап турауымыз керек. Ұсақтап турап, бұны да қазір осы салманың арасына салатын боламыз. Ұсақтап, міне осылай ұсақтап турап қоссаңыздар болады.
Mine dostlar, kızanağımızды турап болдым. Енді осыны жаңа болгар бұрышына араластырып дайындап қоямыз. Одан кейін барып сырымызды, ірімшігімізді теркадан үккіштен өткізіп, оны да дайындап қойып, салманың арасына қосып, өте дәмді тоқаш пісіріп көрсететін боламын. Міне достар, бәрін турап дайындап қойдым. Енді осы жаңағы болгар бұрышы мен қызанақты екеуін қосып турап дайындап, үстіне кішкене ғана ас қасықпен тұзды түйіп дайындап қойдым. Енді бұған қара бұрышымызды себеміз. Дәмді болу үшін. Сосын араластырып болғаннан кейін, міне ірімшігімізді осылай үкішінен өткізіп бәрін дайындадық. Енді қамырымыз кішкене көтерілсін, бәрін араластырып күшті тоқаш жейтін боламыз. Ал достар, енді бісміллә деп қамырымызды ашамыз. Міне 20 минутта осылай көтерілді. Енді осыған барлық нелерімізді, талмамызды салып дайындайтын боламыз. Енді осыны қазір. Бұл жерде жаңа қызанағымыз бар, болгар бұрышымыз бар, светофор. Соның бәрін негізінде көкшөп, жаңа ас көктері қоссаңыздар болады, укроп, петрушка деген сияқты. Мен онда еш нәрсе қосқан жоқпын. Қалауларыңыз білсін. Мен өзіме қажетті нәрселерді ғана қостым. Міне. Енді қазір осыны жақсылап араластырып болғаннан кейін ірімшігімізді салып табаға пісіретін боламыз. Міне дайындап қойған 120 грамм ірімшігімді үккіштен өткізіп, қазір осыған қосамыз. Бісміллә. Астынан үстіне қарай жақсылап араластырып аламыз. Міне қыздар, достар, бісміллә деп мен немді қойдым, табамды қойдым, уже қызып тұр. Осындай жай отқа қоямыз. Енді кішкене ғана осылай май жағып не қылып аламыз, майлап аламыз табамызды. Содан кейін сіздерге салмамызды құйып пісіріп көрсететін боламын. Қазір осы пиндода деген жақсы болды ғой. Керекті нәрсенің бәрін ала беретініміз осы пиндодадан алдым. Енді қазір сіздерге мына салманы салып құйып көрсетейін. Бісміллә рахман. Блинчик сияқты осылай пісіріп ала бересіздер. 2 минутқа қоямыз, сөйтеміз де крышкасын жауып қоямыз. Міне жаңа 2 минут өтті, енді осылай бәрін былай жүргізіп алып, сосын кейін осындай ыдыспен бісміллә деп қазір. Енді осыны тағы 2 минутқа қойып қоямыз. Ой, содан кейін осылай пісіріп алып отыра береміз. Бісміллә, міне енді түсіреміз қазір. Осылай әп-әдемі болып, жөп-жұмсақ болып пісті.